Ассалаумалейкум ағайын. Бүгін мен сіздерге етік туралы түсіруге жөн көрдік. Етікті қалай бастаса болады, оны қалай үйренсе болады. Әрбір қазағым осындай бір кәсіппен айналысса дейміз. Әрбір қазақ бір кәсіпті алып жүріп, жұмыс істемей өзінің кәсібі болғанын қалаймыз. Алаш ордасы Әлихан Бөкейхан айтып кеткен ғой. Құдай не жазса, соны көреміз деу соқырлықтың белгісі. Тағдырдың жазғаны болар деу, ол ақымақтың белгісі деп Әлихан Бөкейхан атамыз айтып кеткен осы сөз. Әрбір қазақ ерінбей осындай нәрсені істейік, алға алайық достар. Біз қазір етікші ағаны түсіруге кеттік достар, кеттік. Осы кәсіпті жастарға егер ұсынсақ та, осылай үйренейік, жастар үйретсін десе, бұл кәсіпті өзіңіз қалай бастадыңыз? Өзіңіздің атаңыздан қалған ба, үйрендіңіз ба? Бұл кәсіпті енді мен өзім әйтеуір самал үсті дейді ғой, былай өз бетімше үйрендім. Жас кезімнен мектепте оқып жүрген кезде 6-7 класс оқыған кездерде мен өзім етікті кетірмін. Одан кейін жаңағы колхоздарда жұмыс істедік, бүйтіп арасында жұмыс болып қалды. Кейін осымен айналысуға тура келді. Жабағу керек, жабағу. Мына адамның бойында Алла тағаланың берген өзінің қасиеттері, өзінің ішкі жатыр ғой. сондай өзі Алла тағаланың берген бір кәсібі бар. Оны меңгеріп кету өзіңе байланысты да. Осы кәсіпке қанша қаржымен бастадыңыз? Осы тура қазір қанша қаржы салдыңыз? Бұл кәсіпке енді мен бір шағында материал алу үшін 20-30 мың теңгедей ғана. 30 мың теңге, 30 мың теңгемен бастадыңыз. Бұны тігінші осы машинаны қай жерден алдыңыз? Қай жерден алса болады? Егер бір бастаймыз. Қазір мен бұдан 7-8 жыл бұрын алып қойған машина. Бұрын алып қойған? Бұрын алып қойған мен. Бұрыннан байланысып алып қойған машина. Бұны қай жерден алса болады? Қай жерден сатып алса болады? Базарларда сатылатын магазиндер бар. Осындай алса болады. Қолмен істелетін машина жаңағы. Етікке сұраныс жақсы ма сіз? Үлгері жұмыс бар ма негізі? Осы отырып қалатын уақытыңыз бола ма? Етікке сұраныс деген әзір болып жатыр ғой, мына қыс кезі. Біреуінің замуы кетеді, біреуінің табаны кетеді. Сұраныс жақсы олай. Бұл осы мына жерде үлкейтсе бола ма? Осы жерде болашақта? Енді мен болашақта үлкейтсем деп отырмын бұны. Бір шағын дүниемен шектеліп қалу керек қой қазір. Заң бойынша. Шаман десе қолдан келіп жатса үлкейту керек. Тағы да осынша машинаны, мына машина, тігін машинасы қанша теңгеге алса болады тағы да сатып алса егер? Әзір енді базардың бағасы біледі ғой, ол бұрын арзандау болған бұл. Бұрын арзандау. Оны қымбаттап жатыр шетінен. Сіз үлкейту үшін осындай машина алуыңыз керек қой, екеу, үшеу алу керексіз ғой. Бұл енді мынау ручной ғой, бұл жаңағы қолмен істелетін. Қазір мен мына современный нормальный машиналар шығып жатыр. Мына өзі қолмен қазір электрический ғой. Иә, мен қазір ремонтпен ғана айналысып отырмын. Ал енді келешекте жаңа аяқ киім тіксем бе екен деген ой бар. 20-30 мыңмен осы кәсіпті бастаса болады. Қанша пайда келеді сізге айына, бір айда қанша? Ең көп дегенде қанша болады? Енді мен осы бір 2 ай, 3 айдың бөлімі болды. Бір 150-200 мың шыға ма? Ол енді қазір мен шығады негізі постоянно отырсам. Сізде негізі өзіңіз басқа жұмыста қосып істедім де,
келіп уақытың болмай жүр. Енді постоянно отырамын. негізі былай шығады 20-30 мың салып 150-200 мыңға шығаруға болады ақшаны. Күніне жақсы заказ келіп жатса 4-5 мың теңге түседі. Былай бар ғой. Сұраныс та бар. Сұраныс бар. Бұны мысалы жаңа ешкім білмейді тігу, вообще білмейді тігу. Біреулер біледі енді, біреулер тігу білмейді, бірақ мен осы кәсіппен айналысқысы келеді. Ол оңай ма? Оған үйреніп кету. Осы кәсіпті. Енді оны әркімнің өзінің жаңағы алла тағала берген несіне байланысты. Мысалы жаңағы шеберлігіне байланысты. айланса маған адам сен апарып қанша үйретіңді музыкант болып шықпайды ғой. Ішіндегі жан дүниесі нені қалайды, соны істе деп отырсыз ба? Сіз осыны алла өзіңіз тағаланың өзінің берген кәсібін істеу керек қой. Сіз осыдан басқа қолыңыздан тағы бір нәрсе келеді деп айтып едіңіз ғой алдында. Сварка ма бір нәрсе келеді дедіңіз ғой? Ағаштармен жұмыс істеймін мінекей, мына тұрған полкіде мысалы менің өзімнің қолдан жасаған. Анау кішкентай өзіңіз Анау франц аймандарының шашын болсын, заңды мынандай жаңағы ағаш сондай енді қолыңыздан келеді. Тағы да және сварка келеді деген сияқты. сваркамен жұмыс істеймін, жазда беседкалар жасаймын ағаштан. Беседка, шашличный мысалы көбінесе заказ беріп жатады ғой, шашличный стойка. Шашлик пісіретін стойка өзім. Сондай істей аласыз. Ағаштан, темірден, енді көп жұмыс істеймін ғой. Негізі қолыңыздан келеді. Осылардың бәрін мен қолдан жасап тұрмын. Мынаны мысалы мінекей, мынау зажим. Мынаның бәрін мен қолдан жасап тұрмын. Мына келіп тұрсыршы. Зажим дейді. Мынау бұны не істейді? ағашты болсын, темірді болсын қысып қоясың. Мысалы мына аяқ киім жасаған аяқ киімдердің өкшелерін клейт етесің да, мына зажимға қысып қоясың. Бұны соны өзіңіз жасадыңыз ғой мына? Мынаның аты жаңағы басынан бастап мен өз қолыммен жасап шыққан. Мына қайрақтыналардағы? Бұларды қайрақты орнатуын өзім қайрақ магазин құрып, қолыңыздан біраз келеді екен негізі. Негізі аға, сіз қазір заман талабына қарай осы мықты заман дамып баратыр да, технология дамып баратыр. Instagram, OLX деген заттарды білесіз бе? Енді жаңадан біліп жатырмыз. Әлі, енді бұлай толық меңгермегенсіз ба? Толық меңгергенбіз ғой енді ол. Сыртынан не істегенсіз ба? Мысалы, сіз білесіз бе, сондай мысалы жаңа шашличный столикті алып, соны OLX-ке салсаңыз, әжептәуір қаржы жасауға болады ғой. Енді соны айтып отырмын ғой, мен міне енді бастадым. Оны енді мен ары қарай дамытуым керек болып тұр ғой. Соны ма? Иә, барлық жағынан мысалы қай жерден заказ болады, ағаштан келе ме, ағаштан, аяқ киімнен келе ме, аяқ киімнен қарап отырмауым керек. Жан-жақты істеп жатыр. Мысалы анау үйлерден мебель құрауға заказ алуға болады. Онда да барлығы. Барып, выездной барып, үйден материалын алып, сөйтіп жасап. Бірақ осы кәсіп сіз бәрі кәсіптің ішінен осы кәсіпті жақсы көресіз бе? Жүрегіңізге осы кәсіп қатты. Енді міне бір жерде тыныш отырып істейсің. Өзіңізге өзіңіз бастықсыз бір жағы, бір ең барынша. Қазіргі заманның талабы сол ғой. Қазіргі заманның талабы сол. Анау біреуге бір 60 мың, 70 мың теңгеге зарплатаға жұмыс істегенше бағынышты болып жүргенде одан да өзіңізге өзің бастап. Дұрыс айтасыз. Бізде осы қазағымыз әрбір кәсіппен айналыссын. Сіз сияқты мысалы біреуге үйретемін сондай деген ағаларды біз жинап жүрдік та, сіз мысалы біреу келіп сізге үйретіңізші, мен талабы мықты да, ер жүрегі мықты дейді ғой, алға қарай ұмтылып тұр, істегісі келіп тұр жұмыс. Үйретуге қалай қарайсыз? Бір адам келіп тұр, оқушы. Ол мысалы шәкірт тәрбиелеу дегеннің өзі ол бір адамгершіліктің белгісі ғой. Мысалы сенің өзіңнің білгеніңді шәкірттің келіп алып кетіп, соны сенің үйреткенің арқылы ол да бір кәсіппен айналысып кетіп жатыр. Конечно, оны былай үйретуге болады ғой негізі, сәл-сәл дегенде. Рахмет сізге. Оның жаңағы өзінің кішкене алға қарай ұмтылысы болса, қолынан келсе, әр адамның ебі болады ғой, істейтін.
Сондай ниеті болса болады ғой. Ниетке байланысты дейсіз ғой бәріміз. Осы біздің жас кәсіпкерлер көріп, жас мамандар көріп отыр да, істегісі келген. Соларға не айтатын едіңіз? Қандай нәрсе, немен айналысса или қандай совет беретін едіңіз жастарға? Өз Қазіргі кәсібін жастарға енді шын мәнінде кәсіпкерлікпен айналысып кеткен дұрыс деп есептеймін. Өйткені мен өзім мінекей бастап істеп отырғаннан кейін мен білемін. Иә, осы кәсіппен айналысудың не екенін мен білемін мысалы. Ал енді біреудің қарауына барып істесең, ол сенің әйтеуір өзінің айтқанын ғана істетеді да. Ал сен басқа тіршілігіңе бой бұра алмайсың. Жеке кәсіппен айналысып кеттік, мен толық айта алатын едім. Дұрыс айтасыз. Біз де осыны халыққа дәлелдегіміз келіп жүр. Сіздің сұхбатыңызға рахмет, Жақсыбек аға. Осындай жастарға, осындай кәсіп туралы өзіңіздің білгеніңізбен бөліскеніңізге, түсіруге рұқсат еткеніңізге, осылай әрбір жас кәсіпкер осындай іспен айналысса болады, әр жас бір адам осындай кәсіпкер бола алады. Бұл жерде ғана емес, тоқталып қалған етікте, басқа да кәсіппен айналыссаңыздар болады. Және сіздер осындай кәсіппен айналыса отырып, өзіңізге бастық боласыз, өзіңізге. Біреуге барып жалшылып жұмыс істемейсіз, өзіңізге қарайсыз. Сіздермен болған Бекзат, келесі видеомда күтіңіздер, және де комментарий астына қалдырып кетіңіздер.